таныстырып өтсеңіз? Мен Қазалы аграрлық-техникалық колледждің алғашқы сериялық пән оқытушысы Сағынбаев Мырзабай боламын. Менің сізге бір-екі сұрағым бар, соған жауап беруге қалай қарайсыз? Әрине, қойыңыз. Сіз жалпы облысымызда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларынан хабардарсыз ба? Әрине, хабардармыз. Қандай жерде және қандай көздерден хабардарсыз? Енді оған дәлел күнделікті болып жатқан интернет әлеуметтік желілерде және де түрлі теледидарларда болып жатқан, одан бөлек газет журналдарда оқып біліп жатырмыз, жаңалықтарда көріп жатырмыз. Сіз жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлық шараларына көңіліңіз тола ма және оған қанағаттанасыз ба? Әрине қанағаттанамыз. Оған дәлел енді өзіміздің колледжде өткізіліп жатқан түрлі іс-шаралар осы сыбайлас жемқорлыққа байланысты. Одан бөлек Жас отан жастар қанаты, ішкі саясат органдары келіп жастармен кездесу кештерін ұйымдастырып жатыр. Оның бәрі осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында өткізіліп жатқан іс-шаралар. Оның бәріне көңіліміз, яғни қанағаттанамыз. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау және оның алдын алуда қандай шараларды тиімді деп ойлайсыз? Енді шаралар қазіргі студенттерге, жастарды мысалы бос уақытын тиімді пайдалану керек ең алдымен. Түрлі үйірмелерге, қоғамдық жұмыстарға белсенді қатыстырса, ондай теріс қылықтарға бармас еді. Сіз сыбайлас жемқорлық көрінісімен өмірде кездестіңіз бе? Немесе соның куәсі болдыңыз ба? Енді ондай сыбайлас жемқорлыққа, ондай көріністерге куә болған жоқпын, өмірімде кездескен жоқ, бірақ түрлі теледидарларда, интернет желілерінде көріп жатқаным солмаса. Сұхбатыңызға рахмет. Оқасы жоқ.